миллиондаған жылдар бойы мұхиттар жердің иммундық жүйесі сияқты қызмет атқарды. Олар артық жылуды өзіне сіңіріп, сосын оны атмосфера арқылы ғарышқа шығарып, планетаны салқындатып тұрған. Бірақ соңғы 100 жылда адамзат осы табиғи жүйені бұзды. Мұхиттар пластикалық және химиялық қалдықтармен ластанып, тірі эко жүйесін жоғалтып жатыр. Микропластиктер судың физикалық қасиетін өзгертті. Қазір олар жылудың ұстап қалады, яғни мұхит планетаны бұрынғыдай салқындата алмайды. Осыдан соң артық энергия мен жылу атмосферада қалып, климаттың қатты қызып кетуіне себеп болуда. Бұл тек температураның көтерілуі емес, бүкіл табиғи процестердің бұзылуы, жер сілкіністері, жаңартаулар, циклондардың күшеюіне себеп болуда. Сондықтан, адамдар, барлығы біздің қолымызда тұр. Осы мәселені барынша көтеру арқылы резонанс тудыру, ғалымдардың басын қосып жұмыс істеуіне жағдай жасау және ықпал ету. Айтайықшы, осы мәселені көтерейік.